Тележүргізуші қоғамға ақпарат таратуда үлкен рөл атқаратын тұлға. Олар тек жаңалық жеткізуші ғана емес, елдің қоғамдық санасына әсер ететін, ұлттық мүддені насихаттайтын және өзіндік авторлық қолтаңбасын қалыптастыратын қайраткерлер болып табылады. Отандық тележүргізуші Бейсен Құранбекке келсек, оның азаматтық көзқарасы. Бейсен Құранбек қазақстандық тележурналистикада ерекше орны бар тұлға. Ол айтуға оңай және қарекет бағдарламалары арқылы қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді көтеріп, халықтың үніне айналды. Оның азаматтық ұстанымы әділдік, шындық және көмек көрсету. Ал оның ұлттық мүддесі. Бейсен Құранбектің еңбегінде ұлттық құндылықтар ерекше орын алады. Ол әрбір бағдарламасында қазақтың салт дәстүрін, мәдениетті насихаттап, ұлттық болмысты сақтау мәселесіне ерекше мән береді. Оның авторлық қолтаңбасына тоқталар болсам, оның жүргізу мәнері жылы, ашық және сенімді. Бейсен Құранбек адам тағдырларын терең түсініп, студия қонақтарымен шынайы диалог орната білді. Шетелдік тележүргізуші Опра Уинфри. Оның азаматтық көзқарасы. Опра Уинфри ақш-тың ең ықпалды медиа тұлғаларының бірі. Оның ток-шоулары қоғамның маңызды мәселелерін көтеруге бағытталған. Ол адам құқықтары, әлеуметтік теңдік, білім беру, әйелдердің құқықтары мен кедейлік тақырыптарын жиі қозғап, өзінің азаматтық позициясын ашық білдіріп отырады. Оның ұлттық мүддесі. Опра Уинфри ақш қоғамының өзекті мәселелерін қозғаумен қатар, афроамерикалық қауымдастықтың құқығын қорғауға көп еңбек сіңірген адам. Оның авторлық қолтаңбасы. Опраның ток-шоулары әсерлі оқиғаларға, эмоционалды әңгімелерге және мотивациялық идеяларға негізделген. Ол жүргізетін сұхбаттар өте терең әрі шынайы болып келеді. Бейсен Құранбек пен Опра Уинфри екеуі екі түрлі қоғамда жұмыс істегендерімен, олардың миссиясы өте ұқсас. Екеуі де халықтың мәселесін қозғап, қоғамға қызмет етеді.